даңқы менен берген уақыт өтеуін, бабам басқан тауларының етегін, шыңғырлауым тәңірден сый шуақпен, дархан дала байтақ ата мекенім. Жаса, жайна туған жерім ендеше, жарқын өмір сүрген сен де елмеше. Шыңғырлауым туған жерім тұғырым, есіміңді естіледі өзгеше. Шыңғырлау өңірі, даласы шежіре, табы тарих, қойнауы әлімсақтан жеткен ескерткіштер мен аңызға толы аяулы мекен. Түгін тартсаң майы шыққан, шөбі шүйгін өлкені, мұң тайпалары да, сақ салмат бабаларымыз да жайылып қоныс етіпті. Қойнауы шежіре аймақты, қазақ халқының арғы бергі барша тарихының куәсі десек те болады. Желмаясын желдіріп, қазаққа жер үйек іздеген дала кемеңгері Асан Қайғы бабамыз, қылышын қиялай сермеп, аңыз бен тарихқа бірдей өзек болған Қоңыланды батыр. Ел қорғаған, жер қорғаған, батыр Бөкенбай Баһадүр өткен бұл өмірде. Қарағазан Сарбала үшін шейіт болған, кешегі қос берен Исатай Махамбеттің соңғы шайқасының сұрағы да осында. Бұл аймақ көп тарихқа куә. Ауданның Сегізсай аймағы әлемдік көне ескерткіштер каталогына енген, біздің дәуірімізге дейінгі 5-6 ғасырлардағы сақ сармат мәдениетінен сыр тартса, бұрын жыраудан жеткен 40 батыр жыры Асан бабамыздың Тұратбасы тауын мекен еткен аяндайды. Ал батыс өңірінің тарихын зерттеуші Нұржан Төлепов ағамыз Исатай батырдың соңғы айқасы, Ақбұлақ шайқасының осы шыңғырлаудың Ақбұлақ өзенінің жағасында өткен дәлелдейді. Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама оқиғасынан кейін қазақтар, соның ішінде кіші жүздің қазақтары анау Түркістан өлкесіне бері қарай, оңтүстіктен бері қарай жылжыды ғой. Сол кезде ең бірінші қазақтардың табан тиіп қайттан, жаңағы бірнеше ғасырдан кейін қайттан өзінің жаңағы ата жұртын қалмақтардан босатқан жері. Сондықтан бұл Шыңғырлау өлкесі кіші жүздің хандары, Әбілқайыр ханның, оның ұрпақтарының жайлаған жері, ханның ордасы болған жер. Бұл енді бұны біз неден көреміз, тарихи ескерткіштерден, әсіресе араб жазулы құлпытастар. Бұл 18 ғасырдың соңы, 19 ғасыр түгел сол араб жазулы құлпытасқа толы Шыңғырлау өлкесінің. Енді табиғи жағдайына байланысты таулы тасты жерлер көп болғаннан кейін, бұл жердің құлпытастардың бір ерекшелігі өте сәнді, әдемі, сапалы, сондай сақталуы да жақсы. Бірақ енді бір өкініштісі жүйелі зерттелген жоқ бүгінге дейін. Біз экспедициямен бір-екі рет қана барғанымыз есімде. Одан кейін мен өзім бір-екі рет жаңағы үстінен түсіп ескі форумдарды қарап шықтым. Бірақ түгелдей есепке алынып, жаңағы бастан аяқ оқылған емес. Енді мынандай азаматтардың күшімен мынандай жинақ шықты ғой кезінде. Бұл жерде де біраз оқылған құлпытастар бар. Сол мына көріп отырмыз. Тіленші батырдың ұрпақтарының құлпытастары бар. Енді бұл небір жүйелі түрде зерттеуге кіріссе, небір тарихи тұлғалардың құлпытасы шығу әбден мүмкін. Сондықтан енді бұл тек қана табиғаттың ескерткіштерімен, тарихи ескерткіштерде өте көп екенін айтқым келеді. Бұл енді шынымен де зерттелу керек, жүйелі зерттелу керек. Бұның алғы шарттары бар. Сіздерде мықты өлкетанушылар, тарихшылар бар. Тарихқа Шыңғырлау ауданы өте жақсы көңіл бөледі. Конференциялар өтеді, халықаралық деңгейде конференциялар өтіп жатады. Біз сондықтан бұл Шыңғырлаудың азаматтары өзінің тарихын, өзінің елінің, жерінің тарихын түгендейді деген сенімдеміз бұйырса. Енді сол
үлкен жұмыстарға біз өз күшімізді өзіміздің көмегімізді тигізуге де әзірміз.